Сөмкеміздің екі жағын бір-біріне біріктіріп, формасын шығарып алдық. Енді беткі бөлігінің қақ ортасынан белгілеп алып, замокты орналастыратын боламыз. Осы екі жіпті замоктың ашық тұрған бөлігіне кіргіземіз. Белгілі арнайы бір құралдың көмегімен қайшыны пайдалансаңыздар да болады. Және де ол кірген жіп ортасына бұралатын затқа кедергі келтірмейтіндей етіп әрі қарай орналасу керек. Сол кезде бұл мықтырақ болып ұсталып тұрады. Егер жіптің үстіне немесе бер жағына қарай орналасатын болса, ол күндердің күнінде ашылып кету қаупі бар. Сондықтан әр нәрсені мұқият жасауға тырысыңыздар. Ал енді замоктың астыңғы бөлігін сөмкеміздің қалтасына орналастыратын боламыз. Яғни, осылай беткі бөлігін жауып, замоктың үстіңгі бөлігі қай тұсқа келіп тұрса, астыңғы бөлігінен сол тұсқа екі жағынан теңестіре отырып, осылай кіргіземіз де, белгілі бір құралдың көмегімен оны бір-біріне қарай ішіне кіріңкіретіп, майыстырып тағамыз. Мінекей, осылайша біздің сөмкеміздің замогы дайын болды. Ал енді кезекте біз сөмкеміздің үстінен ұсталатын ручкасын жасаймыз. Ол үшін сөмкеміздің үстіңгі бөлігінің қақ ортасы деген жерді тауып аламыз да, оған дөңгелек фурнитурамызды екі жағында теңестіріп орналастырамыз. Яғни қараңыздар, мінекей, екі жағынан да алып келдік. Осылай ашылады фурнитурамыз біздің дөңгелек. Және де оны жапқан кезде бір-біріне қырт етіп жабысып қалады. Бұл ашылып кетпейді. Уайымдамаңыздар. Осындай фурнитураны пайдаланған ең тиімді болып табылады. Енді осы екі тұсқа үлкен ручка жасаймыз. Ол үшін негізгі жіптен бір түйін түйеміз. Және сол түйіннің ортасына ілгекті кіргіземіз де, негізгі жіпті іліп ала отырып 23 рет тоқимыз. Осылайша 24-ші қатарда қосымша іліп алып, 23-ші қатардың ортасына кіргізе отырып, яғни бастапқы сөмкені қалай бастадық, дәл солай етіп барлық бөліктерді де осылай тоқитын боламыз. Яғни біз 23 қатардың аяғына дейін бірінші қатарды тоқып бітіреміз де, бар жоғы 6 қатар көтереміз. Ал енді осы 6 қатарды бір-біріне беттестіріп, бекіту тігісі арқылы тігеміз. Мұқият қараңыздар. Мінекей, ілгекті тоқылған бөліктен шығарып алдық. 6 қатарды бір-біріне осылай дөңгелек етіп біріктірдік. Және де бастапқы тұсынан ілгекті кіргіземіз де, 6-шы қатардың аяқтаушы тұсындағы негізгі жіпті іліп алып шығарамыз. Және де осындай келесі бөлікке ілгекті өткіземіз. Одан негізгі жіпті іліп ала отырып, ілгектің бойындағы жіптен өткізетін боламыз. Қатардың соңына шейін дәл осылай тоқимыз. Бұл бізде бекіту тігісі деп аталады. Яғни, осыны тартып отырып тіккен кезде бізде дөңгелек жарты ай секілді ручка пайда болады. Бекіту тігісін аяқтап қалдық. Енді әдеттегідей сол бірінші қатардағы қысқа жіпті сөгіп аламыз. Және де оны ыңғайлы етіп тартамыз да. Осы бекіту тігісіндегі негізгі жіпті керек жеріне дейін қиып аламыз да. Осы астыңғы бөліктегі қысқа жіп екеуін біріктіріп, бір-біріне байлап тастаймыз. Және де артық бөлікті осы жарты айдың ішіне қарай кіргізіп жібереміз. Сол кезде бізде мінсіз ручка пайда болады. Ешқандай да артық тұрған жіптің ізі болмауы қажет.
Ал енді осы дайын ручканы сөмкемізге орналастырамыз. Ол үшін манағы ашылатын дөңгелек фурнитураны ашамыз. Ручканың ортасынан осындай бөлігінен оны кіргіземіз. Яғни бастапқыда кіру қиын болса, осындай ілгектің көмегімен кіретін бөлігін үлкейтіп, оңай кіретіндей етіп алсаңыздар болады. Екінші жағында дәл осылай етіп, бірінші жағы қалай кірсе, екінші жағы да дәл солай кіретін болады. Сол кезде біздің сөмкеміз одан сайын сәнді бола түседі ручкасымен бірге. Және де осындай ұзын темір бауымызды бірінші дөңгелектің алдыңғы және екінші дөңгелек фурнитураның артқы бөлігінен айқастырып тағып ұстасаңыздар болады. Келесі кезек бізде сөмкеміздің артқы қалтасының замогын тігу. Мұқият болыңыздар, қалай тігетінін жақсылап түсіндіремін. Ол үшін осындай қалта тіктік, яғни артқы бөлігінен қарағанда мата толығынан кеткен және үстіңгі бөлігінде замок орналасқан. Барлық тігіс байқасаңыздар осы сыртқы бөлігінен жүргізілген, ішін ашып қарағанда ешқандай да тігіс мешайт етпейді. Сондықтан мұқият есептеп отырып өздеріңіз замок сөмкенің бергі бетіне қарап тұратындай етіп сәйкестендіріп тігіп алыңыздар. Және де тігілген сол қалтаны осы сөмкенің артқы бөлігіне сәйкестендіресіздер де кәдімгі қарапайым ине жіптің көмегімен видеода көрсетілгендей етіп үстіңгі және астыңғы бөлігін замок оңай ашылып жабылатындай етіп біріктіріп тігіп шығасыздар. Ал осымен біздің кроссбоди деп аталатын сұлу әрі сәнді сөмкеміз дайын болды. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Осындай сәнді сөмкелеріңіз көбейе берсін. Сау болыңыздар.